Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Имангалиева Гүлден Бейсенбайқызы, Маңғыстау облысы білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша Насыпқали Марабаев атындағы нөмір 7 мектеп лицейінің директорымын. Педагогикалық идеялар фестиваліне ұсынылатын тақырыбым білім беру үдерісін басқарудың цифрлық панелі. Жобаның мақсаты мектептегі басқаруды ашықтықты, жеделдікті және тиімділікті қамтамасыз ететін бірыңғай цифрлық мониторинг жүйесін құру. Міндеттері: мектеп қызметінің негізгі көрсеткіштерін бір цифрлық кеңістікке біріктіру, деректерге негізделген басқарушылық шешімдердің сапасын арттыру, педагогтердің бюрократиялық жүктемесін азайту, қызметкерлердің еңбегін көрнекі визуализациялау арқылы мотивациясын көтеру. Жоба интерактивті дашборд басқару панелі мектептің цифрлық картасын әзірлеуді ұсынады. Бұл панельді нақты уақыт режимінде негізгі көрсеткіштер көрсетіледі. Бағыты не көрсетіледі? Білім нәтижелері, білім сапасы, үлгерім динамикасы, сыныптар рейтингі. Жүзеге асыру форматының бірінші кезеңі: талдау және KPI белгілеу. Мектеп педагогтер, оқушылар және жобалар үшін негізгі тиімділік көрсеткіштерді анықталады. Үлгерім 70%, педагогтердің біліктілікті арттыруға қатысуы 60%, оқушылардың олимпиадаларға қатысуы 30%. Екінші кезең цифрлық дашборд жасау. Осы жобамызды іске асыру кезеңінде мектебіміздің түлегі, Есенов университетінің студенті практикада жүріп, біздің цифрлық контентімізді іске асыруға өз үлесін қосты. Қазіргі кезеңде осы біздің мектепте жасалып жатқан жобаның негізінде өзінің дипломдық жұмысын жасақтаған болатын. Ол дипломдық жұмыс EdTech цифрлық панель деп аталады. Дэшборд келесі құралдардан әзірленеді: Power BI кеңейтілген мәліметтер талдау үшін, Google Data Studio, Excel, Nation Arttable жеңіл нұсқалар үшін. Әр модуль интерактивті болады. Мәліметтер ай сайын жаңартылып, диаграммалар көрсеткіштердің өсуі немесе төмендеуін беретін көрсетеді. Үшінші кезең педагогтерді оқыту және енгізу. Дашбордтың қалай оқу және өз жұмысын талдау үшін қалай қолдану керек тақырыбында мини-тренингтер өткізіледі. Педагогтер деректерді талдау дағдыларын меңгереді. Төртінші кезең аналитика және басқарушылық шешімдер. Мектеп басшылығы дашборд деректерін пайдаланып, қай бағытта қолдау қажет, қандай сыныптарда тәуекелдер бар, қандай жобалар тиімді екенін жоспарлайды. Педагогикалық кеңес отырыстары цифрлық талдау негізінде өтетін болады. Күтілетін нәтижелер: мектеп басқарудағы цифрлық ашықтық, басқарушылық шешімдердің тиімділігін арттыру. Педагогтердің мотивациясының өсуі жетістіктерін көріп тұрады. Мәселелерді алдын ала болжау мүмкіндігі, мысалы мотивацияның төмендеуі немесе білім сапасының құлдырауы. Инновациялық ерекшелігі: деректерге негізделген менеджмент, басқару мәдениетіне цифрлық құралдардың интеграциялау, қағаз түріндегі есептерден визуалды аналитикаға көшу. Осы панельдің іске асу нәтижесінде сапамыз жоспар бойынша 70 дегенмен 65%-ға өсті. Мұғалімдердің өз білімін жетілдіруі 60% жоспар болғанмен 78%-ға өсті. Оқушылардың түрлі олимпиадаларға қатысу жоспарда 30 болса 23%-ға өсті. Және ата-аналардың қанағаттану индексі 75% деп жоспарлағанбыз, бірақ ол қазіргі кезеңде 81%-ға өсіп тұр. Сонымен қатар цифрлық есеп беру 100%-ға жетті. Осы жобаны іске асыруда біздің мектеп Google компаниясымен ресми серіктесі болып, осындай келісім-шарт алдық. Бұл келісім-шарт бізге не береді? Келісім-шарттың негізінде Google-дың бірнеше мүмкіндіктеріне қол жеткізе аламыз. Бұл лимитсіз баланс, түрлі оқу құрылғылары және қауіпсіздікке байланысты пункттері. Осы платформаны іске асыру барысында қағазбастылық азайып,
мұғалімдердің сапаға жұмыс жасауы арттырады деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет.